Мына қасымызда мына жерде 7 километр Бәйтік ата бар. Тілеуке ұлы Бәйтік ата. Осында жаңағы Дәркеш атамызға атамыз аян береді. Әй Дәркеш, бүгіннен бастап менің басыма келген адамдарға айт. Ана Бәйтіктің басына барып Құран оқып сәлем берсін. Содан кейін менің басыма келіп тілеу тілесін. Жақсы кіші болса да Алланың алдында жол үлкен дейді ана кісіні. Ол кісі жаңағы Бәйтік атамыз оны жаңағы молда болған екен, мықты молда. Мына аспаннан дейді, жын перін түсіріп, мал бақтырып, шөп шаптырған адам дейді. Мына жылан, шаян, біз жақта 3 түрлі шаян бар. Ағы, көгі, сарысы, қарасы. Соның біреу малды да, адамды да шақпайды. Сол кісі дейді, жаңағы адамға, малға зиян тимесін деп тілін буып қойған дейді, дұғалап. Сол Дәркеш атамызға мұнда атаның басына келгенде адамдар қазір бірінші сояққа барып сәлем беріп, Құран оқып сәлем береді де, осында келіп тілеу тілейді. Сондай неміз бар.